Number 4 in the world by the WBA, number 6 by the WBO. Ladies and gentlemen, Kanat Kasak Kanat Ислам мінекей назарларыңызда таныстырды. Тұжырым бойынша чемпиондық атағын қорғайды және WBO NABO тұжырымы бойынша чемпиондық атақтан үміткер. Бұлайша айтқанда 69 келі енді өзімізге жақсы. Қанатпен кездескен кезіңіз болды ма осы? Жалпы 2 рет кездескен сәтім болды. Қанатпен енді. Трек Алатайде 12 раундқа төтеп берді. Алматыда ол кезде енді Қанаттың қолында жарақаты болған көрдіңіздер. Бірақ Алатай бұл себеп емес, реванш сұрауда қазір енді тағы да кездескім келеді дейді. Қанат Исламмен мүмкін Алатаймен қайта кездесіп өзінің мықтылығын дәлелдей жатар. Енді барлығында уақыт көрсетеді. Эрисланди Лара, Мигель Котто секілді боксшылармен жұдырықтасуға дайын екенін қашанда айтып жүр. Қанат Ислам ал қазір осы раундта мәселені шешіп тастауға да болатын шығар. Соны сезгендей қорғанысты күшейтті. Гонсалес оң қолында жиі іске қоса бастады. Қанат Ислам соңына дейін шыдап көруге тырысып ақ жатыр қазір. Гонсалес тек қорғанып қана жүр. Тамаша. Бірақ Гонсалес маған түк болған жоқ дейді. Дегенмен әр соққының өзінің бір нәтижесі бар. Ештеңе де болған жоқ бұл жерде. Гонсалес енді амалдаудың әрекетін жасап жатыр. Сасқан үйректің керін келтірді ау. Шаршады, басқа амалы қалмады. Норберто Гонсалестің сезді, енді дәл қазір Қанаттың қарқынына төтеп бере алмасын. Осындай лас әрекеттерге баруда өз орынып жүр. Сонымен 8-ші раундта мәресіне таяды. Соңғы 10 секунд қана уақыт қалды. Қанат Ислам зір бет аузын қан жуып. 8-ші раундта тамамдалып қалатын жекпе-жек екен. Бір ішкі жоспары бар. Өткен қарсыласынан қарсыластық көрмей отырмын. Көзің жанарды бір сөнген сияқты ма. Қазір дәрігерлерде тексеруде. Гонсалесті жекпе-жекті жалғастыра ала ма, жоқ па? Дәрігерлер рұқсат берер ме екен? Өзі дайын. Жекпе-жек жалғасуда, мәресіне таяды. 11-ші раунд өтіп жатыр дәл қазір. Қанат Ислам қарқынды күшейтті, бірақ қарсыласты мығым екен. Көп соққы қабылдаса да өте шыдамды, төзімді боксшы екендігін дәлелдеуде. Жарақат алса да жекпе-жектен бас тартқан жоқ. Дәл бұлай жалғаса беретін болса,
толық 12 раундта көретін сияқтымыз. Жеңімпаз ұпай санымен анықталуы мүмкін. Бір жарым раунд қана уақыт қалды. Ал жанкүйерлер, бізде қанаттан нокаут күтеміз. Әлі де мүмкіндік бар. Бірақ қалай дегенде де ең бастысы жеңіс қажет. Әрине, қай жанкүйер болмаса да қанаттан жалпы біз дүйім қазақ жұрты нокаут күтіп үйреніп қалғанбыз. Қай боксшымыз шықпаса да нокаут болмаса айқынмастықпен жеңген тілеп күтіп отырамыз. Мынау жекпе-жектен сәл 11-ге жетіп, бірақ дегенмен де арасында қызық сәттер өте көп болып жатыр. Бірақ сәті тумайдыр. Сондықтан бір соққыға жақсылап дайындап алып келу керек сияқты, менің ойымша қанатқа. Оң қолдың соққысын дайындап барып бір дөп тигізсе, қазір өзі шаршады, біраз қарсыласы да. Әпсе бүйректен, іштен, жептен кейін оң қолдың оң жағынан тастап атқан барлығы дөп тиіп жатыр. Оң қапталдан тастаған соққылары. Әлгі сұрағаным сол еді ғой, қанаттың жылдамдығы артқанмен соққысының қуаты кеміп қалмады ма деп, бірақ бұл жерде енді қарсыласының төзімділігінде атап өтуге тиіспіз. Және қарсыласының 11-ші раунд аяқталуға жақын. Қорғанысы жақсы болып жатыр. Қорғанысына өткізе алмай жатыр көбінесе. Бір раунд аяқталды. Енді бір ғана кезең қалды. Бір раунд 3 минут жұдырықтасады. Гонсалесте ерекен. Мінекей қанша соққы қарша борап жатса да шыдап жүр. Бір емес, екі көзінде, екі қабағы да жарылып кетті. Бірақ енді өзінің де кінәсі бар бұл ретте. Өзі ұмтылды, баспен өзі ұрынып жүр. Лас бокстастар ине. Ал біздің қанат өз кезегінде оны да айтып өту керекпіз. Сонымен соңғы раунд, құрметті көрермендер, Қанат Ислам, Норберто Гонсалес. Гонсалесте белді бекем болған екен. Сол жігіт емес екен. Соңына дейін күресуге, соңына дейін жұдырықтасуға. Тіпті шабуылға да шығуда. Бұл раундта өзін көрсетіп қалғысы келеді. Ал қазір ескерту Қанатқа. Ұпайы кеміді. Бірақ бұл жекпе-жектің тағдырына, нәтижесіне көп әсері бола қоймас. Әрине көп әсер бола қоймас, бірақ дегенмен де бір тұрақсыз жағдай. Алып тұр енді жаңағы етергені үшін не үшін деп жанкүйерлер ойлап жатса, етергені үшін соған ескерту беріп отыр. Осы ашылған тұсын пайдаланып қалу керек енді. Тамаша. Екі соққысында артты. Бұған дейін алға ұмтылмай тек жабық қорғанып жүрген еді ғой Гонсалес. 12-ші раундта ашыла бастады. Қайда оң қолдың соққылары? Жекпе-жектің аяқталуына бар болғана 1 минут қана уақыт қалды. Қос боксшы соңғы күштерін сарқуда. Қанат Ислам әлі де тың болғанмен, мінекей қарсыласының осал тұсын таба алмауда. Кел дейді, ұмтыл дейді. Төзімді боксшы екен. Онысын дәлелдеді.
мексикалық Гонсалес. Бірақ шеберлік жағынан, техника жағынан Қанат Ислам қарсыласынан әлде қайда басым. 12 раунд бойы алға ұмтылды, соққыларын дарытты. Және жекпе-жекті толық өз дегенімен өткізді. Жетпегені тек нокаут қана, әйтпесе жекпе-жек басынан бастап соңына дейін Қанаттың басымдығымен, тегеурінмен өрбіді өтті деп айтсақ келісетін шығарсыздар. Нокаутқа не жетпеді деп ойлайсыз енді? Бақтияр, өзіңіз. Нокаутқа енді бірақ нәрсе жетпеді. Нокаутқа көп соққы жетпеді. Және де соққын дөптігі жетпеді. Оны дайындап алып келудің сәті тумады. Соққы көп жұмсады, көп соққысын дарытты, бірақ бір күшті соққы жетпеген сияқты. Иә, күшті соққы жетпеді. Ол бірақ күшті соққыны қалай алып келесіз? Күшті соққыны тек қана дайындап алып келесіз ғой. Сол дайындау сәті сәл ұйқаспаған сияқты. New WBO, NABO, and WBA still undefeated from Kazakhstan and Pahokee, Florida, Kanat. Қанат Исламды жеңісімен құттықтаймыз, құрметті көрермендер. Құрметті қазақстандықтар, мен бұл жеңісімді біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев елбасымызға арнаймын. Еліміз аман болсын, елбасымызбен жеңістерге жете берейік. Алға қазақ елі. Рахмет. This is for my teamwork. I am work for 12 rounds. You know, I next opponent very strong. I come in 154, fight anyone. I try for my distance, no go to key. This is boxing. This is you have to learn for move, defense, offense. I try for defense, offense, everything. This is for boxing. This is for next step for my big fight. I test myself, you know. Thank you, my coach, my team. I am as now work, come back my country, Kazakhstan. This year, big time for my country, Expo. Everybody American, welcome to Kazakhstan by Expo. Thank you. Жекпе-жекті көруіміз мүмкін. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек ағама көп алғысым шексіз осы жол жарысқа қолдау көрсеткен. Және Бауыржан Оспанов ағама алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. Алға қазақ ел, алға қазақтар.